биткоин немесе сол сияқты көптеген криптовалюталар бар. Жалпы олар қалай жұмыс жасайды деген сондай бір сұрақ туындайды. Мен қазір соны түсіндіремін. Мысалға мына жақта бірінші бір адам басқа бір адамға кәдімгі банк арқылы ақша жіберетін болса қалай болады? Біз қандай да бір банкке тәуелдіміз. Осы банкте біздің ақшамыз сақталады. Осы банк арқылы бүкіл транзакция өтеді. Егер біздің банкіміз жабылатын болса, біз оны қолдана алмай қаламыз. Немесе банкке ограничение қою мүмкін, қандай да бір жағдайларға байланысты. Немесе банк банкрот болуы мүмкін. Банк өз кезегінде біз банкке тәуелді болатын болсақ, ол банк басқа да Visa, MasterCard сияқты жүйелерге тәуелді. Swift. Ал егер солардың біреуінен банкті ажырататын болса, онда біз интернет төлем жасай алмай қаламыз. Яғни біз мына жерде бір орталыққа бағынамыз. Ал енді биткоин немесе сол сияқты көптеген криптовалюталарда бір ақша жіберу қалай жүзеге асады? Бірден айта кету керек, биткоин нифига ол ақша емес, ол қандай да бір актив. Оны біз жіберген кезде басқа бір адамға ол сразу кетеді. Немесе мына адамға сразу жібере алады. Бұл деген сөз, ортада оны қадағалайтын ешкім жоқ деген сөз емес. Бұлардың банктен айырмашылығы, банкте бір адам, бір ғана ұйым қадағалайтын болса, ортада мынаны өте көптеген адамдар қадағалайды. Бұны майнерлер деп атайды. Мыналар қазіргі кезде мен 10-ын 20-сын салып тұрмын, ал мынадайлар миллион немесе 5-10 миллиондаған адам болуы мүмкін, тіпті одан да көп. Біздің транзакциямыз осылар арқылы басқа бір адамға өтеді, подтверждение болу арқылы. Бұларды майнерлер деп атаймыз, және бүкіл мына транзакциялар болсын, данныйлар блокчейн деген блокчейн деген технология бойынша жұмыс жасайды. Ол блокчейн деген не? Блокчейн деген бұл деректердің жиынтығы, кезек-кезек орналасқан деректердің жиынтығы деп айтуға болады. Егер дәл қазір түсініксіз болатын болса, басқа көптеген ақпараттарды көрсеңіз болады, оның түсініктемесі әртүрлі, бірақ жұмыс істеу принципі бір. Блокчейн деген не? Бұл блокчейн деректердің орналасу принципі. Мысалға айтатын болсақ, біз біреуге қандай да бір биткоин жібердік, ол осы блокта жазылады. Мынау блок дегеніміз осы биткоин осындай адамға жіберілді, осы уақытта осынша деген ақпараттардың жиынтығы, осы блок. Келесте тағы бір адам жіберетін болса, онда тағы да бір блок создавать етіледі. Бұл жерде де дәл сондай. Осындай адам ертай тағы бір адамға осынша биткоин жіберді, осынша уақытта. Мынаның ішінде, мына жерде тағы хэш деген болады. Ол хэш мына жердегі данныйға тең. Соның хэші. Тағы бір блок жасалатын болса, мына жерде де дәл сондай, мына жерде ақпараттардың қандай ақпарат жазылды. Айбек мысалға ертайға осынша биткоин жіберді, осы күні осынша уақытта. Хэш болады, ол хэш осы хэшке тең. Ал мына жердегі хэш, мына хэшке тең. Енді прикол в том, бұл жерде мынадай прикол бар. Егер мына жердегі хэш өзгертілетін болатын болса, онда бүкіл структура бұзылады деген сөз. Сондықтан мына блокчейн жүйесінде подделка жасау, удалить етіп жіберу немесе сол сияқты заттар болмай қалады. Допустим, мына жердегі мысалға хэштер, мына жердегі хэш мынаған тәуелді. Мына жерде де хэш болады. Ол мына данный болу керек. Мына жердегі хэште мына данный. Мына жердегі хэште мыналар. Мына болмаса мынау деген секілді. Сондықтан блокчейнде практически данныйды өзгерту, жойып жіберу мүмкін емес. Енді не үшін практически деп отырмын, оны басқа бір видеоларда қарастыруға болады. Ол үшін өзгерту үшін немесе жойып жіберу үшін өте көп күш қажет болады. Олар қалай жұмыс жасайды, біз оны басқа видеода қарастыруымызға болады.